Шығармашылық емтихан бойынша ведомость көшірмесін алу бейне нұсқаулығы. Бірінші, Платонов жүйесінде талапкер тіркеуден өтеді. Ол үшін Платонов жүйесіне кіреміз. Талапкерді тіркеу батырмасын басамыз. Талапкерді тіркеу терезесінде көрсетілген өрістердің барлығын толтырамыз. Бірінші, тілін таңдаймыз. Ғылыми дәреже бакалавриат таңдаймыз. Өтініш түрі шығармашылық емтихандарды тапсыру үшін. Және талапкер жеке ақпараттарын толтыру керек. Барлық керек деректерді толтырғаннан кейін тіркелу батырмасын басамыз. Тіркелу батырмасын басқаннан кейін Платонов жүйесіне кіріп, бірден жеке кабинет терезесі ашылады. Осы жерде міндетті өрістер белгісімен белгіленген өрістердің барлығын толықтай толтырып шығамыз. Жеке кабинет бетінде жеке деректер, құжаттар, байланыстар, оқу туралы ақпараттар, жеке жетістіктер, жеңілдік және ішкі құжаттар қосымша беттеріндегі барлық ақпараттарды толықтай толтырып шығу керекпіз. Оқу туралы деректер қосымша бетіндегі шығармашылық емтихан бойынша білім беру бағдарламаларының тобын таңдаймыз және де тапсыратын емтихан түрінде таңдаймыз. Келесі, жеңілдік қосымша бетінде егер де жеңілдіктер болып жатса, қосу батырмасы арқылы керек деректерді қосып енгіземіз. Егер де жеңілдік жоқ болған жағдайда, жеңілдік жоқ деген белгіні басамыз. Және ішкі құжаттар. Ішкі құжаттармен танысу үшін әр құжатты жеке ашып, оларға таныстым деген белгі қоямыз. Барлық деректерді толтырып сақтағаннан кейін төменгі жақта орналасқан өтініш беру батырмасын басамыз. Және ЭЦК кілті арқылы қол қоямыз. Өтінім сәтті ұсынылды. Енді қабылдау комиссиясының жауабын күтеміз. Шығармашылық емтиханның ведомость көшірмесін көру үшін талапкерге смарт ену жүйесіне кіру керек. Ол үшін smart.enu.kz сайтына өтеміз. ЭЦП қосымша бетін таңдаймыз. Осы жерде сертификатты таңдап, смарт ену жүйесіне кіреміз. Смарт ену жүйесіне кіргеннен кейін бізде рөл таңдау терезесі шығады. Бұл жерде өзгертусіз жалғастыру батырмасын басамыз. Келесі жағдай, ата-ана немесе заңды тұлға ретінде кірген болсаңыз, ата-ана рөлін таңдаймыз. Рөл таңдалғаннан кейін жүйе бізге жеке кабинет бетін ашады. Бұл жерде жеке ақпараттардағы барлық өрістерді, жеке басын куәландыратын құжаттардағы барлық өрістерді және де құжаттардың жеке куәлік құжатының туралы куәліктің электронды құжатын енгіземіз. Егер де заңды тұлға ретінде кірген болсаңыз, балаға жазылған сенімхаттың электронды версиясын қосуыңыз керек. Абитуриент 18-ге толмағандықтан ата-ана немесе заңды тұлға оны өзі енгізетін болады. Балалары қосымша бетіне өтіп, қосу батырмасын басып, қолданушы деректері бет терезесінде жеке ақпараттар, жеке басын куәландыратын құжаттар, білімі деген қосымша беттерді міндетті түрде толықтай толтырып шығу керексіз. Толтырылғаннан кейін сақтау батырмасын басып, оны сақтайсыз. Баланың ақпараттарын енгізгеннен кейін жеке кабинет бетін жүктейміз. Балалары қосымша бетіне өтеміз. Осы бетте біз енгізген баланың ақпараттарын көре аламыз. Көру батырмасын басқанда біз оның толық ақпараттарын, енгізілген құжаттарын көре аламыз. Талапкердің өзінің атынан кіреміз. Енді көшіреміз. Енді жүйеге талапкердің атынан кіреміз.
Смарт ену жүйесіне кіргеннен кейін бізде рөл таңдау терезесі шығады. Бұл жерде өзгертусіз жалғастыру батырмасын басамыз. Шығармашылық емтиханның ведомость көшірмесін көру үшін біз бірінші құжаттар, маған қатысты құжаттар бөліміне кіреміз. Маған қатысты құжаттар модулінде шығармашылық емтиханның ведомость көшірмесін біз көре аламыз. Мына тізімде көрсетіліп тұр. Статус келісілді. Көру батырмасын басып, біз құжатқа өту қосымша бетінен шығармашылық емтиханның ведомость көшірмесін көре аламыз. Бұл жерде ведомость көшірмесі екі тілде жасалған, яғни қазақ тілде және орыс тілдегі нұсқасы. Қол қойылғаннан кейін QR-код автоматты түрде қосылған. Осы QR-кодты кез келген адам телефонмен сканерлеп құжаттың электронды нұсқасын көре алады.